Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақтар кең байтақ жерді, ұшқан құстың қанаты, жүгірген аңның тұяғы талар, сайын даланы қаншама жаудан қорғап келді. Негізінде тарихқа қарайтын болсақ, Сібір жері қазақтың ата мекені болған. Онда мекен еткен ру тайпалар кәдімгі өзіміздің қазақ рулары екеніне көз жеткізуге болады. Ал өздеріңізге белгілі атақты Сібірді билеген Көшім хан қазақтардың арасынан шыққан екен. Тіпті ол Арал теңізінің бойында дүниеге келгендігі айтылуда. Оның қол астында қазақ ноғай әскерлері кейіннен Сібір жерін жаулап алып, сонда хандық құрады. Бұл Ресейдің басқыншылығын тоқтатуға тырысқан үлкен хандық болатын. Осы туралы Сібірді зерттеп кітап жазған Аманжол Күзембайұлы ағамыз Абылай Маудановқа берген бір сұхбаты кезінде былай деген болатын. Біле білгенге Батыс Сібір байырғы қазақтың жері, Ібір Сібір төл тарихымыздың ажырамас бөлігі. Бәріңізге белгілі, қазіргі Монғолия жерінен шыққан Шыңғыс хан маңайындағы бар тайпаны біріктіріп, Орта Азияны өзіне қаратты. Сөйтіп, үлкен бір мемлекеттік бірлестік құрды. Бірақ орта ғасырдағы коммуникациямен ондай алып аумақты бір орталықтан бағындырып, бір жерге салық жинап әскер ұстау әсте мүмкін емес еді. Сондықтан ұлыстарға бөлді. Бөлініс кезінде Шыңғыс қаған Сібірдің аң құсқа толы орманды бай өлкесін Тайбұғаға мирас еткен. Бұл 1220 жыл болатын. Былтыр Тайбұғы хандығының құрылғанына 800 жыл толды. Оның алдында Қыпшақтың Қутемір, Керейдің Қайранбай батыры Сібірдегі ұсақ тайпаларды бағындырып қайтқаны туралы мәліметтер бар. Кей деректерде Тайбұға сол кезде 12 жастағы бала еді дейді. Мұндай құрметке ие болатын Тайбұға кім? Ол Шыңғыс хан әке санап, қолдауын көрген Керейдің Тұғырыл, яғни оң ханның Ұйқы деген ұлынан туған немересі. Кезінде Тұғырыл ханнан көрген көмегін ескеріп, Шыңғыс хан Тайбұғаға Сібірді сыйлады. Дей келе ағамыз Сібір хандығы құрылатын тұста сол аймақтағы халық қалай аталғаны, онда бой көтерген қалалар туралы былай дейді. Әрине, қағанға құрмет ретінде Тайбұға Шымға тұра қаласын салды. Бұл осы күнгі Түмен қаласы. Оған ілесе тағы да Қашылық, кейдеректе Ескер қаласы бой көтереді. Ол қазіргі Ресейдің Тобыльск қаласының орны. Қорғанның да іргетасы сол кезде қаланды. Міне, өзінің қаласы, мәдениеті бар. Түркі тілдес халықтардың бәрі Тайбұға жұрты аталды. Оның құрамына кірген әрине қазақтың рулары екені түсінікті. Олар Арғын, Қыпшақ, Керей, Уақ, Найман, Жалайыр, Меркіт, Қаңлы, кіші жүздің біраз рулары кейін ұмытылып, басқа халықтарға сіңіп кеткен рулар да бар. Мысалы, Естек руы Башқұрттың құрамына еніп кетті. Түрі, тілі ұқсас Сібір деген халық болған дей келе, Сібір хандығының құрамында қазақтың ру тайпаларының болғандығын, хандықтың аумағын былайша айтып берген болатын. Бұл мемлекеттің шекарасы қазіргі Новосібірдің Бараба даласынан бастап Орал тауына, солтүстігі Ханты-Мансыға, бір шеті қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына дейін қамтыды. Осынша аумақ Көшімнің қол астына қарады. Мәскеумен келіссөздер жасап тұрды. Осындай үлкен мемлекетті билеген адам қалайша осал болады? Негізінде орыстарға қарсы тұрған осы Көшім хан болған. Себебі өздеріңізге белгілі, Қазан хандығын жаулап алып, енді Астраханды өзіне қаратқан орыстың патшасы Иван Грозный енді
байлыққа тұнған Сібір жерін жаулап алуды ойластырса керек. Бірақ оны Иван Грозный ашық түрде жасай алмайды. Себебі Сібірде Көшім хан билік еткен еді. Ал Сібір жерін жаулап алды деп есептелетін Ермак туралы тарихшы былай дейді. Көшімнің билігінің құлауына Ермактың еш қатысы жоқ. Ермак қарақшы. Оны Сібірді игеруші батыр деңгейіне көтерген орыстың насихаты. Керек десең, Ермакты уақтың Сәтбек деген батыры итке талатып өлтірді деген дерек бар. Енді бір жазбада Сәтбек иығын шауып, Ермак қашып ертіске суға кетіп өлген дейді. Рас, Көшім Ермакпен соғысты. Оның әскері Ермактан басым болды. Көшім Қазан Астрахан хандығына көмектесу үшін әскерін жіберген. Сол кезде Ермак Түмен қаласын басып алды. Көшім қайтадан күш жинап келіп, тықсырып қуып шыққан. Ресей Ливон соғысын аяқтап, бар әскерін Сібірге төкті. Екі мемлекет арасында үлкен қанды шайқас болды. Сібір осылайша біртіндеп уысымыздан шыға бастады. Бірақ Октябрь революциясына дейін қазақтар Сібірге шабуылдаумен болған. Оны орыстың Маслюженко деген тарихшысы жазып жүр. Ол өзі қорғанда тұрады, қолында дерегі бар. Бірақ та қазақтың байырғы өз жерін қайтарып алуға тырысқан әрекетін орыс жеріне шабуылдады деп түсіндіреді. Мұнысы қате. Кешегі 1932 жылғы алапат аштық жылдары Теріскейдегі қазақтар тұтасымен Батыс Сібірге ауды. Неге? Өйткені қазақтың тарихи жадында Сібір ата мекеніміз деген ұғым өшпестей жазылып қалған деп, Сібір жері ежелден қазақтың ата мекені болғанын дәлелдеп берген болатын. Ал орысқа қарсы соғысып, Иван Грозныйдың әскерімен шайқасқан атақты Көшім ханға құрмет көрсеткен ағамыз оны қазақтың ұлттық батыры екенін айта келе, Көшім ханның атына солтүстіктегі тұтас қаланың атын берсе де жарасатынын айтып отыр. Ағамыз былай дейді. Біріншіден ол патшалық Ресейдің экспансиясын кемі 100 жылға шегеріп кетті. Оның ұлдар да Сібір үшін шайқасумен болды. Көшімнен кейін билікке келген Әли Сұлтан да қартайғанша орыспен соғысып өтті. Ал Әли Сұлтанның ордасы қазіргі Қостанайға қарасты Меңдіқара ауданындағы Алакөлдің бойында болған. Бұл шайқастар патша отаршыларының қазақ даласына келуін ұзақ уақытқа тоқтатты. Айналып келгенде Көшімнің тарихы қазақтың тарихы. Біздің ата-бабаларымыздың қасиетті мекен үшін болған соғысы. Ал Көшім қазақтың ұлттық батыры. Оған шекарадағы қалаларда көше атын, тіпті тұтас қаланың атын берсе де артық емес деген болатын. Негізінен халайық солтүстікте орналасқан Петропавл, Павлодар деген орыстанған қала атаулары бар. Павлодардың атауы орыс патшасының баласының құрметіне қойылған. Ал әлгі Павел деген адам өмірінде Павлодарға келмеген екен. Мұны Марат Байділдал ағамыз айтып берген болатын. Егер ұлтымыздың бірлігін сақтайық десек, солтүстіктегі осындай орыстанған қала атауларының бәріне немесе үлкен көшелерге қазақтан шыққан тұлғалардың есімін, соның ішінде Көшім ханның атын беру әрине бұл орынды болар еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіз қолдайсыз ба? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді комментарийге жазып қалдырыңыз. Және бұл видеоны қолыңыздан келгенше барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.